Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті шалғай аудандарда салық заңнамасын түсіндіруге арналған ауқымды көшпелі семинар өткізді. Биыл жиын Марқакөл және Катонқарағай аудандарында ұйымдастырылды. Шараға құқық қорғау және уәкілетті органдардың өкілдері қатысты. Шараның мақсаты өңірдегі тұрғындардың салық сауаттылығын арттыру. Бұл өз кезегінде көлеңкелі экономика мен сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне тосқауыл қоюға ықпал етеді. Облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері өткен жылы 4 ауданда осындай ауқымды жиын ұйымдастырды. Былтырғы жұмыстың нәтижесі бойынша бізде 10 миллиардқа кәсіпкерлер табысын көбейтіп, 200 миллион теңге облыстық бюджетке аударылды. Салық төлеушілердің қандай проблемалары бар? Жалпы жалғыз салық төлеу бойынша емес, басқа да проблемалар, яғни мен салық төлеу үшін жеке кәсіпкер болып тіркелдім, бірақ та менің жерімді баяғы заңдастыруға немесе объектімді заңдастыруға осындай проблемалар бар. Свет жоқ, электр энергиясы жоқ, или интернет жоқ деген мәселелер көп болған былтырғы, сондықтан әркімнің өзінің проблемаларын көтеруге құқылы. Марқакөл ауданында 22 елді мекен бар, 612 кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істейді. Алайда кәсіпкерлікпен айналысатын тұрғындар үшін салық заңнамасындағы өзгерістерді қызмет барысында қолдану, бекітілген талаптарды орындау оңайға соқпайды. Шара барысында бизнес субъектілеріне салық заңнамасына енгізілген өзгерістер, жалпыға бірдей декларациялау және мобильді аудандар туралы, сондай-ақ туризмді дамыту жөнінде маңызды мәліметтер берілді. Бұл ақпарат аудан тұрғындары үшін өте өзекті әрі маңызды болып табылады. Семинарда тұрғындарға салық органдарда тіркелу тәртібі, бақылау кассалық машиналары мен посттерминалдарды пайдалану, жалдамалы қызметкерлер мен кірістерді салық есебінде көрсету, туристік нысандарға салық салу, тауарларға ілеспе жүк құжаттар сынды маңызды мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Халықтың кішкене сауаты ашылады, кәсіпкерлер де заңды дұрыс біледі. Енді қазір бір жағынан туризм кассовый аппаратты қалай пайдалану керек, чек соғу керек, онлайн аудармаларды үйретіп жатыр. Ол өте жақсы, сауаттарын ашып жатыр. Катонқарағай ауданында қазіргі таңда 1459 бизнес субъектісі тіркелген. Оның басым бөлігін жеке кәсіпкерлер құрайды. Оларға салық заңнамасын түсіндіру қоғам мен мемлекет арасындағы сенімді байланысты нығайтатын маңызды тетік. Семинар барысында қатысушылар жалпыға бірдей декларациялау мен мобильді аударымдар, сондай-ақ чек талап етте жүлде ұтып ал, бәйге акциялары мен салық кэшбэк пилоттық жобасының шарттарымен де танысты. Салық жайында, акция жайында көп ақпараттар болды. Одан кейін банк жайында жақсы ақпараттар болды. Сондықтан толығымен қатысып, тыңдап, керек кездерін, керек жердерін жазып алдық. Семинар соңында мамандар азаматтарды толғандырған сұрақтарға жауап берді. Мұндай ашық диалог форматы тұрғындардың көкейіндегі көп күмән мен сауалға нүкте қойып, салық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған шараға айналды. Қымбат Иманғалиева, Мирас Сәбитбеков, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.